Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Құдай адам атаны жаратқан соң күллі мақлықты көрсін деп шақырады. Жан-жануар ағылып кеп адамды тамашалайды. Олардың ішінде күдір деген аң да бар еді. Өзге жануарлар адамды тез-тез қарап өте шығады. Күдір ғана адамның ерекше есеппен жасалған ғажайып пішіміне таңғалады. Көз алмай ұзақ қарайды. Оның адам бойындағы сұлулық пен көркемдікті тани білген зеректігі тәңіріге жағады. Оның кіндігіне ешбір жануардың бойында жоқ айрықша жұпар иіс тартады. Оған мекендеуге Алтайдың әсем табиғатын нәсіп етеді. Жұпар иістен жүрегі айныған жыртқыш аңдар күдірге жоламайды екен. Ерекше иісінің арқасында ол қауіпсіз тіршілік кешіпті. Әліге дейін орманда адамды көрсе, түр-тұрпатына тамсанып, сыртынан бақылап тұрады деседі. Озалда күдір адаммен дос болыпты. Үнемі жанынан шықпайды екен. Оны қанша тамашаласа да құмары қанбапты. Адамға таңданып, тамсанып тұра береді екен. Күдірдің бұл қылығы әзәзілге жақпапты. Ол адаммен қас еді. Бір күні күдірге қастық ойлайды. Жанына келіп, тұмсығына түкіріп жібереді. Сайтанның түкірігі үстіңгі еріне тиеді. Сол жерден сояудай екі тіс өсіп шығады. Адам күдірдің түсін көргенде селк етіп, қорқып кетеді. Мұны байқаған күдірдің жаны қалмайды. Оны қорқытып алдым деп ойлап, орманға қаша жөнеледі. Содан бері адамнан алыс жүретін болыпты. Тісін көргенде адамның жүрегіне қорқыныш саламын деп үрейленеді екен. Тек ағаш бұтаның арасынан ғана тығылып, адамды тамашалайтын болыпты. Ертеде Алтай тауында бір шал мен кемпір тұрыпты. Олардың жалғыз сиыры болыпты. Кемпір сиырын сауып, сүтін қазанға құйып, далаға қойып кетеді екен. Бір күні түнде олардың ауласына күдір келеді. Ол қатты шөлдеп келе жатқан еді. Қазандағы сүтті көріп, қанғанынша ішіп кетеді. Кемпір азанда тұрса, сүтін біреу ішіп кетіпті. Кім екенін таба алмайды. Ертесіне оқиға тағы қайталанады. Үшінші күні де кемпірдің сүті азаяды. Шал бір қулыққа көшеді. Түнде қазанды биік бағанаға іліп қояды. Күдір келіп қараса, қазан биікте тұр екен. Ол екі аяғын көтеріп, қазанға ұмтылады. Қазан шайқалып, ішіндегі сүт күдірдің үстіне құйылады. Денесі сүтке малынып, ол қаша жөнеледі. Терісін ағашқа бір, тасқа бір сүйкеп, сүттің жағалын кетірмек болады. Бірақ қанша сүйкесе де, денесінде ақ теңбілдер қалып қойыпты. Әліге дейін терісін ағашқа сүйкеп тұрады деседі. Көбіне күндіз көрінуден ұялып, тек түнде жүреді екен. Адамды көрсе мүдірді, біледі кім күдірді. Қызғанып иісін пейіште аузына сайтан түкірді. Адамға ғашық жанары, көрсе есінен танады. Адам ата денесін таңырқап ұзақ қарады. Разы болып Алласы тектіге аңды санады. Шарапатын шашқанда жұпар иіс тарады. Әрі қарай күдір туралы қызықты мәліметтер. Күдірдің дене ұзындығы 1 метр. Биіктігі жарты метрден сәл асады. Ал салмағы 17 келіге тақау болады екен. Тұяқты жануарлардың ең кішісі. Күдір өте сақ және үркек жануар. Мекендеген жерінен ұзамайды. Қауіп төнгенде жүгірісіне көз ілеспейді. Таңертең ымыртта және түнде жайылып, күндіз тасаға тығылады. Жауы қынумен сілеусін. Мұның басқа жануарлардан ерекшелігі аталықтарының ұзын, қайқы иек астынан шығып тұратын азу тістері бар. Шығыс және оңтүстік шығыс Азияда тіршілік етеді. ТМД-да солтүстік аймақта таулы орманды жерде кездеседі. Бір ғажабы бұлардың негізгі қорегі қына. Сондай-ақ жазда түрлі ағаш бұтақтарын, қыста қарағай, самырсын сияқты орман ағашының қылқанды жапырақтары бар жас бұтақтарын азық етеді. Қараша мен желтоқсанда күйліп, 1-2 бұзау туады.
Тағы бір қызығы, адамдар күдірді бауырында орналасқан жұпар бездері үшін аулайды екен. Себебі еркегінен иіс суға қосатын бағалы сұйық зат алынатын көрінеді. Әлемдегі ең қымбат иіс суды осы күдірдің кіндігінен алады екен. Естімеген елде көп дегеніміз осы. Күдірдің тәтті иісі келген дейді бейістен. Жыртқыш аңдар лоқсиды жұпар шашқан иістен. Әлімсақ та адаммен тағдыры бір түйіскен. Тор құрып аулап күдірге оңбайды дейді тиіскен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.